Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен лимон шырынымен осындай жұпарлы кекс дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен пісіретін тапамызды дайындап аламыз. Жақсылап күнбағыс майын жағып және себелей отырып ұн сеуіп дайындап аламыз. Келесі кезекте қамырын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қантымызды бір дана жуылып тазартылған лимонның цедрасын үкіштің көмегімен бөлек алып алып, яғни тек сарысын ғана аламыз. Қантпен жақсылап араластырамыз. Пісу барысында және піскеннен кейін кексімізден ерекше жұпар иісті және ерекше дәмді осы қантпен цедран араласқан бөлігінен табуға болады. Яғни цедра мен қант екеуі ерекше үйлесімін табады. Одан соң бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майдан 120 грамм алып, оны да жаңағы қанттың үстіне қосып, оны да жақсылап тұрып біріктіреміз. Бөлме температурасында тұрған 3 дана жұмыртқаны бір-бірлеп сала отырып, венчиктің көмегімен әр қайсын салған сайын жақсылап араластырып, дайын қамыр шығарамыз. Және достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Каналымда бұдан да өзге өте жақсы рецепттер бар. Барлығына өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып, жаңа рецепті көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазақ тілді контенттің каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосқандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Барлық жұмыртқалы масса дайын болғаннан кейін, енді бұны бөлек ала қоя тұрамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнға бір шай қасық қамыр қопсытқышқа салып, бұны тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы ұнды массамызды жаңағы жұмыртқалы массамызға 2-3 бөліктен бөлей отырып, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды, себебі әр қайсымызда ингредиенттер, ұнымыз әртүрлі, жұмыртқамыздың массасы әртүрлі, сондықтан да бір-бірден аз-аздан сала отырған жөн болады. Дәл осындай қою масса шығуы тиіс. Бұдан қорықпаңыздар. Ендігі келесі кезекте жаңағы цедрасы алынған лимонның жартысын кесіп алып, тек қана жарты лимонның осылай шырынын сығып аламыз. Бұны да дайын болған жаңағы қамырымыздың үстіне құйып, тағы да араластырамыз. Ең соңғы этапта бөлме температурасында тұрған 100 мл сүтті дайын қамырымызға құйып, ең соңғы рет жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл осындай қоймалжың масса шығуы тиіс. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Алдын ала дайындап қойған осы формамыздың ішіне құйып, алдын ала қысып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Және де қамырымызды құйғаннан кейін осылай бетін бір тегістеп, лопатаның көмегімен ортасынан бір өткізіп шығамыз, себебі қамыр пісу барысында ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін осылай бір тілім жасап алғандарыңыз дұрыс болады. Осымен біздің кексіміз дайын. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ, биік болып көтерілді. Енді қалауларыңызша өзіңіз әсемдесеңіздер болады. Мен жай ғана қант пудрасын сеуіп дастарханға ұсындым. Көріп тұрғандарыңызда өте оп-оңай кесіледі. Жұмсақ, ароматты, сондай жұпар иісті лимонның сары түсі ерекше дәм беріп, ерекше үйлесім тауып тұр. Сіздер де дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңыз осы әдіспен жасап көріп, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ас болсын.